Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Ораза қабыл болсын. Бүгін ауызашар мәзіріне тай етінен жасалынған қуырдақ дайындаймыз. Және ерекше тәбет ашатын, дәмі өте керемет пекин салатын дайындаймыз. Қуырдақ тағамы қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі. Жалпы қуырдақты әрбір шаңырақта, мал сойылған уақытта дайындап жатады. Мен бүгін арнайы ауызашарға арнап, жас тайдың етін алып келіп, жасағалы отырмын. Бұл тағамға тек қана тайдың ғана ет емес, сиырдың да, қойдың да еттері жарай береді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, етті ірі қылып турау қажет қуырдаққа. Майда болса, ет ұсақталып кетеді. Сондықтан әдемі тағамның ішінде көріну үшін етті ірі қылып турау керек. Еттің жанындағы майларды мен бөлек сылып алдым, және оларды майдалап турадым. Қуырдақтың алдында бір шыжғырып алатын боламын. Міне осылай көріп тұрғандарыңыздай майды бөлек турадым. Егер еттің майын осылай бөлек шыжғырып алатын болсақ, етке ол бір ерекше дәм беретін болады. Табаны қыздырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай майды салып, бірінші сәл қызарғанша шыжғырып аламыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Май өте қатты қызып тұрғандықтан абайлап салу керек, қолды күйдіріп алмау керек. Мінекей осылай барлық туралған етімізді салып, жайлап араластырамыз. Майға шыжғырылу керек. Бұдан соң жақсылап араластырып алып, осы күйінде қақпағын жауып, қазанның 40 минуттай бұқтырамыз. Қуырдақ тағамына қосылатын өзі 2 көкөніс, пияз және картоп. Пиязды алып, осылай 4-ке бөліп, жіңішкелеп тураймыз. Қуырдақтың ішінде пияздың көп болғанын ұнататындар 2 пияз қосуына болады. Мен 1 пиязбен шектелдім. Мінекей осы пияздың осылай 4-ке бөліп алдым. Одан кейін қуырылып жатқан етіміздің үстіне біраз суы тартылып қалды. Пиязды саламын. Енді етті пиязбен бірге араластырып, әрі қарай қуырамыз. Пиязды еттің үстіне салатынымыз, етті пияз әлде де жұмсартады. Сол себепті әлі суы тартылмай тұрған уақытта осылай жақсылап еттің үстіне салып, қуырған дұрыс. Бетін жауып, әрі қарай қуырамыз. Енді картопты дайындайық. Картопты да мен ірі қылып турап қосамын. Егер картоптың майда болып жүргені, кішкене езіліп піскені ұнайтын болса, онда майдалап турағандарыңыз дұрыс. Мінекей қараңыздар, ет қуырылып, пиязымыз жұмсарып, суы әбден тартылып қапты. Әлде де болса, аздаған суы бар екен. Отты орташа қойып, қуыруды жалғастырамыз. Тұз саламыз. Одан соң 200 мг су құйып, бір қайнатып аламыз, бұрқ еткізіп. Содан кейін қақпағын жабулы күйінде 10 минуттай тағы да бұқтырамыз. Арасында араластырып тұрамыз, міндетті түрде. Мінекей жаңағы құйған суымыз тартылып қалыпты. Енді картопты саламыз. Осылай үстіне картопты салып, картопты кішкене тұздап жібереміз. Өйткені еттің тұзы аз болып қалуы мүмкін. Сол себепті 2 шай қасық картоптың үстіне тұз салдым. Картоп піскенге дейін қақпағын жауып, бұқтырамыз. Картопымыз дайын болам дегенше, керемет тәбет ашатын, сондай тез дайын болатын салат дайындап жіберейік. Пекин салаты деп аталады.
Оған пекин капустасы керек, яғни қырыққабат. Осылай пекин капустасын алып, жіңішкелеп, жұқалап тураймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. 4-тен 1-і де жетеді салатқа. Осылай турап аламыз. Келесі қызанақ. Қызанақты 2-ге бөліп, жіңішкелеп тураймыз, жұқалап. Өте сондай тез дайын болатын, өте оңай салаттың бірі. Жасап көріңіздер. Енді жартылай ащы бұрыш. Негізінде құрамында қатты ащы бұрышта болу керек, бірақ менің отбасым қатты ащы бұрышты ұнатпайды, сондықтан жартылай жасыл бұрышты салдым. Міне осылай турап, арасында дәні кетіп қалмасын. Дәні өте қатты ащы болады. Осылай салып аласыздар. Енді дәмдеуіштері. Тұз саламыз, қара бұрыш, қызыл бұрыш саламыз аздап. Және зәйтін майын тамызамыз. Жақсылап салатты араластырып аламыз. Барлық ингредиенттер жақсы араласу үшін ыдыстың қақпағын жауып, 1-2 рет осылай сілкіп алсаңыздар болады. Мінекей салатымыз дайын. Енді тамағымыз піссе, қосып қасына беретін боламыз. Міне тамағымыз да пісіп қалды. Бетіне қызыл бұрыш және қара бұрышты сеуіп, қазанның астындағы отты өшіріп, 2 минутқа қақпағын жауып қойып қоямыз. Қуырдағымыз дайын болды. Қараңыздар, өте керемет, еті жұп-жұмсақ. Ауызға салсаң еріп тұр, балдай дәмді. Салатымыздан да қасына салып қояйық. Мінекей ауыз ашарға 2 минут уақыт қалған кезде мен тағамды дайындап үлгердім. Осылай әдемі күйінде дастарханға ұсынасыздар. Аузым берік болғандықтан тағамның да салаттың да дәмін қызым көріп, өте дәмді болғанын айтып жатыр. Және қуырдақ пен салат өте керемет үйлеседі дейді. Тағамның бетіне пияз салып, аздаған укроппен осылай әрлеп, ауыз ашарға асығып отырған кісілерге ұсына бересіздер. Мінекей достар, бүгін ұлттық тағамымыздың бірі қуырдақты дайындадық. Жас тайдың етінен дайындалды бүгінгі қуырдағым. Ауыз бекіткен барша жандардың ниеттері қабыл болсын, астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше күн жақсы болсын достар.